Армысыздар, қымбатты әріптестер. Бүгінде орталығымызда патоморфология және цитология бөлімінің көмегімен тілге құрмет, елге құрмет атты игі бастамасын клиника-диагностикалық зертхана бөлімі жалғастырады. Қазақ үшін ұлы Абай Құнанбайұлынан артық данышпан жоқ. Сондықтан бүгін Абай Құнанбайұлын қылын таппай мақтанба атты өлеңмен жалғастырамыз. Қалың болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасам да ұқсап ба бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз, сізге ғылым кім берер, жанбай жатып түсінсеңіз. Надандарға бой бермей, шын сөзбенен білсеңіз, аят хадис емес қой, күпір болдым демес қой, қанша қарсы келсеңіз, көп орында көріне айтпа, біздің сөзге ерсеңіз. Мұны жазған кісінің атын білме сөзін біл. Осы жалған дүниеде шешенде өткен не бұлбұл, көсемде өткен не дүлдүл. Сөз мәнісін білсеңіз, ақыл, мизан, өлшеу қыл. Егер қисық көрінсе, мелің таста, мелің күл. Егер түзі көрінсе, ойлап құлаққа үн. Ақымақ көп ақылды аз, деме көптің сөзі көп. Жақынның сөзі тәтті деп, жақыным айтты дей көрме. Надандықпен кім айтса, ондай түпсіз сөзге ерме. Дүниеде өзі, малда өзі, ғылымға көңіл берсеңіз, білгендердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз, ақыл сенбей сенбеңіз, бір іске кез келсеңіз, ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты, ақыл менен жеңсеңіз. Талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз, жамандық көрсең нәпіратлі, суытып көңіл тоясыз, жақсылық көрсеңіз ғибратлі, оны ойға жинаңыз. Адам болам десеңіз,